Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен үй жағдайында өте жеңіл әрі қарапайым рецептпен жасалатын пирожкидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал бисмиллах, ең алдымен жұмысымызды картоптарды тураудан бастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп турап алыңыздар. Және де оны табамызға салып 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Оған дейін қамырымызды илейтін боламыз. Табаға ұнды, тұз, қант және де ашытқымызды саламыз. Сосын сұйық майымызды да құямыз. Достар, мен описанияға барлық заттардың граммдарын қаншадан екенін жазып қойдым. Сол жерден өтіп міндетті түрде қараңыздар. Одан соң жылы суымызды құямыз және де қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып иленгеннен кейін 1 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Ендігі кезекте біз салмасына осылай пияздарымызды қуыратын боламыз. 1 шай қасық тұзымызды салып, алтын түстес болғанша, золотистый цвет болғанша қуырамыз. Дайын болған картоптың ішіне пияздарымызды саламыз. Ішіне май құю шарт емес, өйткені осылай пияздың ішіндегі майы бар, сол жеткілікті. Ендігі кезекте дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап езгілетін боламыз. Ашыған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелекше етіп дайындап қоямыз. Және де 10-15 минутқа тынытып, бетін жауып қойыңыздар. Тыныған қамырымызды бірінен соң бірін жайып аламыз. Қатты жұқа, қалыңдап болмауы керек. Видеода көрсетілгендей етіп жайыңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал енді осылай начинкасын, яғни салмасын салып түйетін боламыз. Барлығын осылай түйіп шығамыз, видеода көрсетілгендей етіп, және де 15-20 минутқа бетін жауып, тағы да тынытуға алып қоямыз. Міне, бізде пирожкиларымыз тынып, әдемі болып, ісініп тұр. Ендігі кезекте табамызды қыздырып, майымызды көп мөлшерде құямыз. Осылай пісіретін боламыз. Және де ескеретін жайт, отты тым қатты қоймау керек, және де қатты төмендетіп қою да керек емес. Өйткені қатты қойсаңыздар, ол арасы піспей қалады қамырдың. Егер де жай қоятын болсаңыздар, ол біздің пирожкидің қамыры өзіне майды сіңіріп, тым қатты майлы болып кетеді. Сондықтан видеода көрсетілгендей етіп қойыңыздар. Міне, бізде осылай пирожкиларымыз дайын болды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Сау болыңыздар.